Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін осындай манты жасадым. Ол үшін бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алдым. Енді осыны мінеки жақсылап араластырып алдым. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне құятын боламыз осыны. Мінеки ұнымызды өткізіп алдым. Енді аз-аздан құя отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бөліп-бөліп құйдым мен суды. Мінеки осылайынан бөліп-бөліп құя отырып, 7-8 минут бойы осы қамырымызды жақсылап илеп алдым. Басы біріккенше осылайынан қоя отырып илеп алдым. Мінеки қамырымызды 7-8 минут илеген екен, осындай пакетке салып 1 сағатқа тұндырып қоямыз. Ол келесінде енді фаршымызды дайындайтын боламыз. Менде жылқы етінен фарш жасадым. 3 май, құйрық май қосып жібердім. Картошка, пияз, асқабақ қостым, дәміне қарай тұз және қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып жібердім. Мінеки фаршымыз біздің дайын болды. Осында енді қамырымыз 1 сағат тұрды. Енді осыны 3 бөлікке бөліп алдым мен. Үлкен болып кетпеу үшін менде осындай 3 бөлік шықты. Енді осыны айналдыра отырып, осылайынан дайындап алдым. Мінеки қамырымызды 1 бөлігін жайдым. Осылайынан жұқа етіп айналдыра отырып, шеткі ғана жағын басасыздар, оқтаудың ортасын баспайсыздар. Сонда үлкен жұқа болып жайылатын болады. Мінеки қамырымызды 12 сантиметрлік қылып өлшеп, осылайынан кесіп алдым. Мінеки қамырларымыздың барлығын осы ортасынан бастап шетіне дейін осылайынан кесетін боласыздар. Мінеки мен де кесіп алдым. Енді барлық қамырларымызды жайып, үстіне фаршымызды салып, мінеки бір-біріне жабыстыра отырып, осылайынан түйетін боламыз мантымызды. Өте дәмді, сочный болып шығады, жыртылмайды, езілмейді. Өте дәмі керемет болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. 45 минут пісіріп аламыз. Мінеки барлығын осындай әдіспен түйіп шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер. Осына мантоварканың листерін бәрін майлап, сұйықтармен бетінде майлап шықтым. Мінеки дайын болды. Мен подлива жасамадым. Подлива жасасаңыздар болады. Пиязбен сәбізді қосып. Мен жасамадым, балаларым жемегендіктен осындай майонезбен ұсындым. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.